барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз іш қатуды болдырмау және оны қалай емдеу керектігі жайлы айтатын боламыз. Видеоны көрмес бұрын қазақша контентті қолдап кетіңіз. Каналыма жазылып, лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіз. Іш қату адамдардың көп жария еткісі келмейтін нәрселердің бірі. Егер сізде мұндай проблема туындаған болса, онда ол ауыр және өте жайсыз құбылыс екенін білесіз. Бүгінде ересек жастағы тұрғындардың шамамен 2% іш қатудан зардап шегеді. Соның ішінде әйелдер мен қарт адамдар осы жайсыздыққа жиі ұшырап жатады. Іш қату дегеніміз не? Ішек бойының босауы қиындап, әдеттегіден әлдеқайда сирек дәретке отырғанда іштің қатуы пайда болады. Кейбір адамдар дәретханаға күніне 3 рет барса, ал басқалары аптасына 1 рет немесе 2 рет барады. Алайда 3 күннен асып кетсе, ол аса сирек үзіліс болып саналады. Нәжіс қатып, ішек бойымен жылжуы қиынға соғады. Кем дегенде 3 ай бойы мынадай 2 жағдай орын алса, сізде іш қату мәселесі туындаған деген сөз. Дәретханада отырғанда уақытыңыздың 25%-дан астамы күшенуіңізге жұмсалатын болса, нәжісіңіздің 25%-дан астамы қатты болғанын байқасаңыз, ішіңіздің 25%-дан астам бөлігін босата алмасаңыз, үлкен дәретке аптасына 3 реттен аз барсаңыз, есіңізде болсын, сізде іш қатудың белгілері бар. Іш неден қатады? Органикалық аурулардың себебінен ішектің функционалдық бұзылулары пайда болады. Іш қатудың жиі кездесетін себептері суды тым аз қабылдау, азық құрамында талшықтың аз мөлшерде болуы, тамақтану тәртібінің бұзылуы, физикалық белсенділіктің төмендеуі немесе қозғалыссыздық, көптеген сүт өнімдерін пайдалану, күйзеліс, кальций немесе алюминийі бар дәрі-дәрмектерді қабылдау, жүктілік кезінде. Кейде іш қатудың себебі ішектің жүйке немесе бұлшық еттерінің әлсіреуінен болуы да мүмкін. Күнделікті талшықтарға бай тағамдарды тұтыныңыз. Көбірек су ішуді ұмытпаңыз. Дәреттің жүруіне талшық пен су әсер етеді. Талшыққа бай тағамдар тасбұршақ, кептірілген жемістер, жаңа піскен жемістер мен көкөністер, бидай, тұтас дәнді нан және күрең күріш, зығыр тұқымы, жолжелкеннің тұқымын қамтитын өнімдер. Іш қатуды қалай емдеуге болады? Емдеу ішті қатудың себебіне байланысты. Көптеген адамдарда жеткілікті талшық пен тұрақты жаттығуымен және сұйықтықтың жеткілікті мөлшерімен қамтамасыз етіліп, сау тамақтанып жүрсе, іш қатуы жойылады. Іштің қатуын болдырмайтын бірнеше әдістерді ұсынамын. Айран іш қатуда құтқаратын ең тиімді дәстүрлі ем. Ұйықтар алдында 1 стакан айранға 1 үлкен қасық өсімдік майын қосу керек. Егер іш қатулар жиі қайталанатын болса, оған інжір, кептірілген өрік, мұздатылған жеміс-жидек, қияр, сәбіз немесе алдын ала ұсақталынған көк шөп қосуға да болады. Бұл дәрінің бірнеше емдік қасиеті бар. Өсімдік майы нәжісті жібітіп босатады, ал оған көкөніс немесе жеміс-жидектердің қосылуы нәжістің шығуын тездетеді. Талшықтарға бай азық-түліктерді жиі пайдалану. Мысалы, жеміс-жидек, көкөніс, тұтас дәнді нан және дәнді дақылдар, әсіресе кебек пен сулы. 1 стаканға 3 ас қасық ұнтақталған солыны немесе сұлы сүтін салып ыстық су құясыз. Жылығанында ішсеңіз, көп ұзамай дәретханаға жүгіретін боласыз. Таңертең тұра сала 1 стакан жылы су ішу. Тәулігіне 1,5 литр судан 2 литр суға дейін ішу. Бұл жағдайда сүттен уақытша бас тарта тұру қажет, себебі сүт өнімдері іштің қатуына әкелуі мүмкін. Тұрақты жаттығулар жасаңыз және әрдайым қозғалыста болыңыз. Қазіргі таңда жастар арасында кең тараған іш қуысына вакуум жаттығуын жасап көріңіз. Ол ішектің жұмысына жақсы әсер етеді, іш қатуды болдырмауға көмектеседі. Бірақ аяғы ауыр әйелдерге, жаңа босанғандарға және асқазан ішек жолдары ауыратын адамдарға жасауға кеңес бермеймін. Егер де осындай қазақша пайдалы ақпараттарды жіберіп алғыларыңыз келмесе, каналыма тіркеліп лайк баса кетіңіз.